эсманы қалай құтқарамыз деп барлығы таксиннің кеңсесіне келеді. Назимин мен Биньямин ақша бермей тұрып полицияға жүгінейік дейді. Олар жақсы операция құрса, құтқаруымыз оңай болады. Эсад әрине бұлардың сөздеріне келіспейді. Жоқ, полицияға айтпаймыз, әйтпесе олар эсманы өлтіріп тастайды дейді. Таксин айтады, қысқасы Джихан, ақшаны алып барамыз да эсманы құтқарамыз. Кейін олардың кім екенін анықтап, ақшамды қайтарып аламын дейді. Таксин Ридванға звондап, маған кешке дейін $1 миллион дайындап қойыңдар дейді. Нух психологқа қаралып жүреді. Оны Севилай сыртынан көріп, қуанып қалады. Есіктен кіре бергенде Нухқа әкесі телефон шалады. Нух, балам, мен әкеңмін, екеуміз кездесейік дейді. Нух, неге келдің? Сендерді көруге, сағынышымды басуға келдім. Екі балаң бар, есіңе енді түсті ме? Кінәм жоқ демеймін, кінәм бар. Бірақ барлық шындықты өз аузымнан естігендеріңді қалаймын. Мен Сумруды жақсы көрдім. Бірақ мен түрмеде жатқанда ол мені тастап, бай еркекті іздеп кетті. Сен ешқандай сөзіңе сенбеймін дейді Мелек. Сен анамның өмірін құрттың, психологиясын бұздың. Жаңадан босанған әйел еді. Сен соның қасыңда болып көмек беруің керек еді. Ал сен не істедің? Сонда психологиям бұзылды деп екі баланы тастап кету керек пе? Мелек, сен өзің де ана боласың. Сен балаңды солай тастап кетер ме едің? Міне, мына суретке қараңдар. Анаң екеуміз қандай бақытты едік. Осыны көріп, қалайша анаңа зорлық көрсетті деп ойлайсыңдар? Бір-бірімізге жүзік тағып, өзімізше некемізді қидырып едік. Ол да мені жақсы көреді деп ойлаппын. Болды, сөйлеме, мен сен ешқандай сөзіңді тыңдағым да естігім де келмейді деп Мелек кетіп қалады. Халид, енді маған сенбесеңдер мен не істейін дейді. Нухтың қалтасында тұрған тапаншасын алып, мен өз-өзімді өлтіремін. Бұндай сөз естігенше өз-өзімді өлтіргенім жақсы дейді. Нух тапаншаны ұстап үлгеріп қалады. Асадқа эсманы ұрлағандар хабарласады. Ақша дайын ба? Мен өзім хабарын айтамын, мекен-жайды беремін, сол кезде келесің дейді. Дайындап қойдық дейді. Эсма қастарыңда ма? Эсмамен сөйлескім келеді дейді. Эсма Асадқа, Асад, маған көмектесші, алып кет мені дейді. Асад та өтіріктен, Эсма, құтқарам сені деп қояды. Болды. Қазір өзім мекен-жайды айтамын, сол жерге келесің дейді. Джихан Асадқа, мен сенің бір өзіңді қалай жіберемін? Жалғыз бармайсың, мен де барамын дейді. Асад амал жоқтан көнеді. Айтылған мекен-жайға келеді. Эсманы да алып келеді. Ақшаны алып Эсманы босатып жібереді. Ештеңе білмейтін Эсма келіп Асадты құшақтап, рахмет Асад, сен мені құтқардың ғой дейді. Джихан аға, сізге де рахмет деп қуанып қалады Эсма. Үйде барлығы Эсманы күтіп отырады. Қалайсың Эсма, жақсысың ба дейді. Жамандықтың бәрі артта қалсын деп жұбатады. Барлығы ұйқыға кеткенде Асад Эсманы ұйықтап қалғанын көріп, жайлап далаға сыртқа шығып кетеді. Келіскенде жаңағы Эсманы ұрлаған екі баламен кездеседі. Олар ақшаны алып келеді. Екеуіне өзінің ақшаларын береді. Қалғанын сарайға барып, сабанның арасына тығып есігін құлтап кетеді. Джиханға адвокаты Назимин хабарласады. Әкесінің қамқоршысын Хикмет ханым алғанын айтады. Халюк пен Хикмет шай ішіп отқанда Джихан айқайлап кіріп келеді. Хикмет, шық бері деймін саған. Не болды? Не айғайлайсың сонша? Тыныштық па дейді. Әкемнің қамқоршысын сен алғансың ба? Алдым дейді Хикмет. Қазір адвокатқа барамыз да әкемнің қамқоршысынан бас тартасың дейді. Әкемнің қамқоршысы өзім боламын дейді Джихан. Жылағым кеп тұр. Әкеңді енді ойлап қалыпсың ғой дейді Хикмет. Бас тарту үшін не сұрайсың? Айт, не қалайсың? 5 миллион, 3 миллион. Тоқта Джихан, барлығы ақшамен шешілмейді. Орталықтағы кеңсені бересің де, үстіне бірнеше $, қосып бересің. Есіңді жида, қисыңды нәрсе айт дейді. Бәрін бітірейік сомен. Хикмет, барлық компанияға қатысты барлық шешімдерді мен де қабылдаймын. Аяқ қолдарыңа байлау боламын. Шығарған барлық келісімдеріңе қарсы боламын. Не істесең де маған керекті дүниелердің бәрін бересің. Не болмаса салдарын өзің көтересің. Деп шарт қояды Хикмет.